Құрметті оқырмандар, жүргізуші куәлігін 2023 жылы қалайша аласыздар? Құрметті оқырмандар, жүргізуші куәлігін алу ең алдымен мен сіздерге айтатын болсам, ол тегін. Яғни сіз автоцонға тек жүргізуші куәлігін алу үшін 4312 теңге төлейсіз. Болғаны сол. Енді мен жүргізуші куәлігін алу процесі туралы айтып өтейін. Енді қараңыз, егер сіз жүргізуші куәлігіне мына Б категория алғыңыз келсе, немесе А1, А, Б1 категориялар алғыңыз келсе, сізге міндетті түрде ОХД деген куәлік міндетті емес. Сіз біліміңіз болса, сынаққа барып тапсырсаңыз болады. Енді құрметті оқырмандар, ең алдымен сіздің бірінші қадамыңыз ол дайындалу. Қандай категория алатын болсаңыз да, ең бірінші дайындалу. Ережені үйрену, нақты дайындалу, жолдағы ситуацияларды ереже бойынша талдап, жол ережесін нақты ұғыну. Осы дайындыққа жеткілікті уақыт 14-25 күн сізге толық жеткілікті. Бірақ сіз нақты өзіңіз беріліп, сапалы материалдарды қолданып, маманмен жұмыс жасап, жақсылап дайындалуыңыз керек. Жол ережесін ситуациялар бойынша түсініп, қарапайым тілде солай дайындалуыңыз керек. Одан кейін дайындық өткеннен кейін сізде барып медосмотр өтесіз. Медосмотр 15-20 минуттық жұмыс. Ол сіздің жүргізуші куәлігін алуға денсаулығыңыздың жарамдығы. Келесі этап. Сіз тест тапсырасыз. Тесттен өту, мына 40 сұрақтың кем дегенде 32 сұрағына дұрыс жауап берсеңіз, өтесіз. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Құрметті оқырмандар, барлығы сіздің біліміңізге байланысты. Көлік жүргізу сынағына дайындаласыз. Ол парковка тапсырмаларына дайындалу, көп қайталау. Сосын ол дайындыққа жеткілікті уақыт 14 күн. Егер сіз жақсылап дайындалатын болсаңыз. Одан кейін, әрине ол көлік жүргізу өз деңгейіңізге байланысты 14 күн негізі жеткілікті уақыт. Көлік жүргізу сынағына сәтті тапсырып, жүргізуші куәлігін алу. Оған жеткілікті уақыт 30-40 минут. Құрметті оқырмандар, міне осылайша сіздің барлық жұмысыңыз аяқталады. Жүргізуші куәлігін сіз өміріңізде бір рет аласыз. Сол себепті менің айтып жүргенім. Сізге жол ережесін бір рет жақсылап оқып түсініп алу керек. Сонда ғана сіз сауатты жүргізуші болып, мәдениетті жүргізуші болып жүресіз. Ол ең алдымен өзіңіздің қауіпсіздігіңіз. Мен тағы да қайталап айтамын. Сіз рульге отырған кезде көлікті басқаратын тек бір адам. Ол сіз. Сол себепті сіз білімді болуыңыз керек.